Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 142-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ішкі жиын. Ауаның құрамындағы су. Бүгінгі сабақта сендер сандар жиынының ішкі жиынын құруды үйренетін боласыңдар. Менің видеом пайдалы болады деген ойдамын, сондықтан соңына дейін қараңдар. Бірінші есеп. Суреттерге қара. Оларда не бейнеленген? Оларды қандай екі жиынға бөлуге болады? Тапсырманы қима қағаздардың көмегімен орында. Біріншісі болт берілген, екіншісі қалпақ, үшіншісі қар берілген. Міне осылай көрсетілген. Енді біз осыны екі жиынға бөлуіміз қажет. Байқап отырсаңдар, бірінші жиынды біз ауа райы құбылыстар жиыны деп аламыз. Себебі ауа райы құбылыстарына тән жиын берілген. Демек, болт, қар, жаңбыр, найзағай. Міне осылай біз ауа райы құбылыстар жиыны деп бөлуге болады. Және де бұл жерде киімдер берілген, қалпақ берілген, көйлек берілген, қолғап берілген. Міне осыны біз киімдер жиыны деп алуға болады. Дәл осылай екі жиынға бөлеміз. Екінші есеп. Жиындарға қара. Оларға атау бер. Екі жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта. Оларды қалай бейнелеп көрсетуге болады? Бірінші А жиында 4, 2, 8, 6 берілген. Ал В жиынында 1, 5, 3, 2, 8, 7, 6, 4, 9 берілген. Демек, А жиындағы бар сандар Б жиынында да кездеседі. Егер А жиынның әрбір элементі В жиынына тиісті болса, себебі В жиынында бұл сандар кездесіп тұр. А жиыны Б жиынның ішкі жиыны деп аталады. Өйткені Адағы сандар В-да кездеседі. Сондықтан бұл ішкі жиын деп аталады. Және де А мен В деп белгіленеді. Ішкі жиын мұны белгісі көрсетіліп тұр. Және А жиыны В жиынына тиісті деп оқылады. Жиындардың қатынасын Эйлер-Вен диаграммасы көмегімен бейнелеп көрсетуге болады. Бұны біз барлық сабақта қолданамыз Вен диаграммасын. Сондықтан бұл тапсырма оңай болады деген ойдамын. Бос жиын кез келген жиынның ішкі жиыны болып табылады. Біріншісін қарап отырсаңдар, бізде А жиынында тек қана жұп сандар берілген. Демек, бұны біз жұп сандар жиыны деп алсақ болады. Ал екіншісінде В жиынында барлық жұп сандарда, тақ сандарда берілген, бірақ барлығы бір таңбалы болғандықтан бір таңбалы сандар жиыны деп алсақ болады. Енді мен астына А мен В-ның ішкі жиынын жазып, сызып көрсетіп қойдым. А жиынның әрбір элементі В жиынына тиісті. А жиыны В жиынның ішкі жиыны болып табылады. Үшінші есептің А тапсырмасы мұқият қараймыз. Жиындарға қара. Олардың элементтерін ата. Екі жиын элементтерінің ортақ қасиетін анықта. Жиындардың қайсысы ішкі жиын? Екі жиынның қатынасын, ішкі жиын белгісін пайдаланып жаз. А жиынында бүркіт, қыран, құмай берілген. Ал В жиынында қыран, бүркіт, торғай, құмай, бұлбұл берілген. Демек, А жиындағы элементтер В жиында кездеседі. Сондықтан бұл жерде жалпы құстар жиыны деп алсақ болады. Одан кейін А жиыны В жиынның ішкі жиыны болады.
себебі А жиынындағы құстар В жиынында кездеседі. Ә тапсырмасы берілген жиын элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша екі ішкі жиын құр. Әрбір жиынның элементтерін жаз. Эйлер-Венн диаграммасы көмегімен бейнелеп көрсет. Бұл жерде екі таңбалы сандары берілген. Енді мен қазір С, В, А жиын деп көрсетіп қойдым. Енді осы жиындардың екі ішкі жиын құруымыз қажет. Екі ішкі жиын, біріншісінде В мен А-ны С жиындағы сандар В мен А жиындағы сандардан тұрады. Сондықтан В мен А жиыны бізде ішкі жиын болады. С жиынның ішкі жиындары болады. Міне және белгілеп те көрсеттім. В бізде С-ның ішкі жиыны, А бізде С-ның ішкі жиыны. Міне мен көрсетілген үлгі бойынша сызып алсаңдар болады. Төртінші есеп: жиындарға қара. Олардың элементтерін ата. Жиындарды қалай анықтауға болады? Жиындар элементтерінен ортақ қасиеттерін анықта. Жиындардың қайсысы ішкі жиын бола алады? Жиындардың қайсысы? Осы ішкі жиын белгісін пайдаланып жазып көруіміз қажет. А жиыны бізде Атлант, Үнді мұхиттары берілген, тынық мұхиттар. Ал В жиынында Жайық, Іле, Ертіс, Шу өзендері берілген. Ал С жиынында теңіздер, көлдер, өзендер, мұздықтар, мұхиттар берілген. Демек, бұл су ресурстары. Енді А жиыны бізде мұхиттар. Демек, бұл А жиыны С жиынның ішкі жиыны бұл А болады. Ал В С-ның ішкі жиыны болады. Демек, бұл жерде өзендер берілген. Ішкі жиын деген сөз сол жиынның ішінде кездесетін мұхиттар, өзендерді айтамыз. Сендерге сабақ түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Жалғастырамыз. Бесіншісі: А 5, 15, 17, 23, 27, 30, 32 және В 15, 27, 32 жиындары берілген. Жиындардың қайсысы ішкі жиын болады? Эйлер-Венн диаграммасын сыз және оған әрбір жиынның элементтерін жаз. А жиынын жазып аламыз. Бірінші А жиыны және В жиынында бізде сандар, А жиындағы сандар кездеседі. Демек, В жиыны А жиынның ішкі жиыны болады. Міне сызып алсаңдар болады. Дәл осылай Венн диаграммасы арқылы. Алтыншы есептің А тапсырмасы. С жиынында бізде 10, 12, 13, 20, 22, 26, 30, 32, 37, 40, 42 жиыны берілген. Берілген жиын элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша бар ішкі жиын құр. Эйлер-Венн диаграммасын сыз және оған әрбір жиынның элементтерін жаз. Екі ішкі жиын құруға бола ма? Енді біз Венн диаграммасын сызамыз және сұраққа жауап беретін боламыз. Қазір мен С жиынын жазып көрсеттім диаграмма арқылы, Венн диаграммасы арқылы. Енді бізде А жиыны дейміз. Екіншісінде осы А жиынында бізде 10, 20, 30, 40 берілген.
бізде с-да екі таңбалы сандар деп алсақ болады. С-дағы жиындардың барлығы екі таңбалыдан тұрғандықтан екі таңбалы сандар жиыны деп аламыз. Ал с-а жиынын біз 10, 20, 30, 40 деп алсақ болады. Өздері кез келген санды алсаңдар болады. Мүмкіндігінше бұл онтықты алдым. Демек, бұл екі таңбалы толық онтықтар жиыны болады. Енді екі ішкі жиын құруға бола ма дейді. Екі ішкі жиын құруға болады. Қазір оны көрсететін боламын. Бірінші тапсырманы аяқтап жіберейін. Бізде 10, 20, 30, 40 а жиыны болады. Демек, а жиыны с-ның ішкі жиыны болып табылады. Ал енді екі ішкі жиын құруға бола ма дейді. Ал енді осыны толықтырамыз. Бірінші с жиынын жазып аламыз. Және а жиынында бізде 10, 12, 20, 22 деп жазып аламыз сандарды. Және в жиынында 13 пен 27 деп аламыз. Енді осыны жиындарға атау береміз. С жиыны бізде екі таңбалы сандар жиыны болады. А жиыны екі таңбалы жұп сандар болады. Және де в жиыны екі таңбалы тақ сандар жиыны деп алуға болады. А жиыны с жиынның ішкі жиыны болып табылады. Және де в жиыны с жиынның ішкі жиыны болып табылады. Екі ішкі жиын құруға болады, және оны құрып көрсеттім. Үлгіге қараңдар. Тапсырмасында өзің сандар жиынына мысал ойлап жаз. Оның ішкі жиынын құр. А жиыны бізде 1, 15, 3, 27, 2, 5, 6, 4, 7, 8, 9, 36, 18. Ал енді в жиыны бізде 15, 27, 36, 18 деп алсақ болады. Бірінші жиынды бізде бір таңбалыда, екі таңбалыда сан берілгендіктен бірінші жиынды, яғни а жиынын мен сандар жиыны деп алдым. Себебі барлығы саннан тұрады. Ал в жиынында мен екі таңбалы сандар жиыны деп алдым. Енді бізде в жиыны а жиынның ішкі жиыны болып табылады. Себебі в жиындағы сандар а жиынында кездеседі. Жетінші есеп. Есепте суретте не бейнеленгенін түсіндір. Ретмен орындауымыз қажет бұл жерде. Біріншісінде біз 67-ні 5-ке көбейтіп аламыз. 335 болады. 160-ты 2-ке көбейтеміз. 320 болады. 335-тен 320-ны азайтқан кезде 15 қалады. Бұл жерде, яғни су буланды деген сөз. Бұл бізде аспанда бұлтқа айналады. Демек, бірінші көбейту амалы орындалады. 48-ті 4-ке көбейтіп аласыңдар, 192 болады. 346-ға 192-ні қосқан кезде 538 шығады. Суымыз буға айналып бұлт болды. Бұлттан кейін суымыз бізге жаңбыр болып түседі. Сондықтан 540-қа 360-ты қосып аламыз. Жақшаның ішіндегі сандарды 900 болады. 900-ді 3-ке бөлген кезде бізде 300 болады. Келесі бізге жаңбыр болып түседі. Бұл жерде бірінші көбейту амалы орындалады. 243-ті 2-ге көбейтеміз. 486 болады. 807-ден 486-ны азайтқан кезде 321 болады. Суретте табиғаттағы су айналымы бейнеленген. 8-ші есеп. Тапсырмасы шарт құрып шығару қажет. Балық аулайтын кемелер портқа дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері әр қайсында 34 тоннадан балық аулап әкелді.
Ал сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері 96 тоннадан әкелді. Жексенбі күні демалды. Портта бір аптада қанша тонна балық жеткізілді? Енді 3 күнде бізде 34 тоннадан және 3 күнде 96 тоннадан алып келдім. Енді бір аптаны табу үшін 34 3-ке көбейтіп аламыз. Яғни дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндегі 34 тоннадан ауланған балық бізде 3 күнде 102 тонна болады. 102 тонна балықты құрайды. Келесісінде қалған сәрсенбі, бейсенбі, сенбі күндері бізде 96 тоннадан алып келді күніне. Демек біз 96-ны 3-ке көбейтеміз, 288 болады. Демек 3 күнде 288 тонна балық жеткізілді. Енді бір аптаны табу үшін бір аптада 7 күн бар. 7 күннің бір күнде демалса 6 күн, біз қазір 6 күнді шығардық. Демек 102-ге 288-ді қосасындар. Сонда бізде 390 болады. Портқа бір аптада 390 тонна балық жеткізілді. Тапсырмасы кесте бойынша есеп құрастырып, оларды шығаруымыз қажет. Үлкен жәшік 25 килограмнан, жәшіктер саны бірдей, бірақ жалпы массасы 100 килограмм. Енді жалпы массасын табу үшін 100-ді 25-ке бөлеміз, сонда 4 болады. Жәшіктер саны 4 жәшік деген сөз. Ал кіші жәшік 15 килограмнан, бізде бір жәшік 15 килограмнан, салмағы 15 килограмм, 4 жәшік берілген. Демек жалпы массасын табу үшін 15-ті 4-ке көбейтеміз, 60 болады. Кіші жәшіктерге 60 килограмм алмұрт салынды. 9-шы есеп. Бір-бірінен тек қана түстері арқылы ажыратылатын 5 кішкентай текше бар. Олар 2 қызыл, 1 ақ және 2 жасыл текше. Оларды салатын 2 А және Б жәшіктер бар. Сондай-ақ Аға 2 текше, ал Б-ға 3 текше сияды. А және Б текшелерге осы текшелерді әртүрлі неше тәсілмен орналастыруға болады. Бізде мұның орналастырудың үлгісін көрсетіп қойдым. Бізде демек 2 қызыл текше болуы мүмкін, 2 жасыл текше болуы мүмкін, немесе 1 қызыл текше, немесе 1 жасыл, 1 қызыл текше, немесе 1 жасыл текше болуы мүмкін. Ал Б-да 3 текше сиятын болғандықтан мүмкін болатын нұсқалар 2 жасыл текше болуы мүмкін, 2 қызыл текше болуы мүмкін, немесе 1 қызыл 2 жасыл текше болуы мүмкін, немесе қызыл жасыл текшелері болуы мүмкін, немесе 2 қызыл 1 жасыл текшелері болуы мүмкін. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше